Ол кедейлер тұратын жерде туылғанымен көркі айдай сұлу еді. 40 жыл бойы жалғыз жүрген жігіт оны бір көргеннен ұнатып, ертесіне ақ оған үйленуге ұсыныс жасады. Қыз тағдырын өзгертіп, бақытты өмір басталады деп ойлаған кезде жігіттің анасынан қарсылық көрді. Әуелде анасы қызды жаман көрмеген, бірақ әкесінің атын ести салысымен бірден мінезі өзгерді. Жігіт те анасын мұндай күйде бірінші рет көрген соң, қызды артқа аулаға жіберіп, өзі анасымен сөйлесуге қалды. Ол анасының неге бұлай істейтінін түсінбеді. Анасы әкесімен қыздың анасы жайлы сыр ашты. Қыздың анасы сұлулығымен әкесін арбаған екен. Екеуі сырттағы бір лашықта жиі кездесіп жүргенде өрт шығып, сол жерде қайтыс болыпты. Анасы осы оқиғаны жасырып келген. Енді қыздың да шешесіндей сұлулығы бар екенін айтып, оны келін етіп қабылдауға ешқашан келіспейтінін кесіп айтты. Ал жігіт болса, әкесінің ондай іске баратынына сенбеді. Мұның бәрі бір қателік деп ойлады. Ол сүйгенін анасының сөзі үшін тастамақ емес еді. Бүкіл әлем қарсы шықса да, ол қызға берген сертінен қайтпайтынын айтты. Кейін артқа аулаға келіп, болған жайды қызға айтпады. Тек отбасы мен әкесі жағынан кикілжің барын, сондықтан анасының келісім бермей отырғанын жеткізді. Ол қызға алаңдамауын, ешқашан бұл некеден бас тартпайтынын айтты. Анасы ұлының бұл қадамын күтпеген еді. Ол күйеуінің кезінде бір әйел үшін отбасынан бас тартқанын есіне алып, ұлы да сол жолға түсіп кете ме деп қорықты. Ағасы оны сабырға шақырып, кейін өзі сөйлесемін деді. Бірақ келіні бұл сәтті пайдаланып, біреуге хабарласып, қыз туралы бар деректерді алдырды. Сөйтіп қыздың отбасындағы жағдай әкесінің оны бір кәрі шалға сатып жібергені белгілі болды. Қыз сол үйден қашып шыққан екен. Аға мұны естігенде, бауырына сүйгенін тастама деп емес, қайта қолдау білдірді. Ол үшін бауырының шын махаббатын тапқаны қуантарлық жайт болды. Сондықтан анасына барып, бәрін айтып, 2 жасқа кедергі болмауға шақырды. Егер мәжбүрлесе, ұл отбасынан бас тартып кетуі мүмкін екенін ескертті. Анасы ашудан талып қала жаздады, ал жанында тыңдап тұрған келіні болса, іштей күйініп кетті. Өйткені ол қызды бұл үйге келін қылғысы келмеді, жігітті өзіне қалдыруды ойлады. Сосын алған мәліметті бұрмалап, қызды жаман қылып көрсетіп, анасына жеткізді. Ал қыз болса, ағасына хабарласып, өзінің жігітпен сөз байласқанын айтты. Ағасы абдырап, мұның бәрі тым жылдан болып жатқанын, жаман адамдарға алданып қалмаса екен деп уайымдады. Бірақ қыз сенімді түрде оның жақсы, сенуге тұрарлық адам екенін айтты. Әңгіме үстінде жеңгесі телефонды жұлып алып, қыздың қайда екенін сұрады. Қыз қорқып, телефонды бірден сөндірді. Жеңгесі қыздың тағдырына жаны ашымады. Керісінше оның әлгі шалға тигенін қалады. Бірақ сырттай тыңдап жүріп, қыздың қайда екенін шамалап білді де, әкесіне хабар берді. Әкесі екінші ұлын ертіп, сол жерге қарай аттанды. Каран сүйгенін тезірек жар етіп алғысы келді. Сондықтан 2 күннен кейін ақ той жасауды шешті. Ол тіпті сақина алдырып, қыздың қолына тағып қойды. Екеуі қуанышты күйде шыға бергенде, алдынан қыздың әкесі мен ағасы жолықты. Олар қызды күштеп алып кетпек болды, бірақ Каран оның алдына тұрып қорғады. Ағасы төбелесуге ұмтылғанмен Каранға қарсы тұра алмады. Әкесі ашуланып, сен кімсің, біздің отбасы ісіне араласатындай? Мен оның әкесімін деді. Каран болса, оны әке атануға да, тіпті ер адам болуға да лайық емес деп кесіп айтты. Ол өз есімін айтып, 2 күннен кейін қызбен үйленетінін мәлімдеді. Енді оны мен қорғаймын, сендер оған енді тиісе алмайсыңдар деді. Әкесі үнсіз қалды. Кешке қыздың әкесіне Каранның анасынан хабар келді. Ол кездесуге шақырып, шын мәнінде Каранның өз ұлы екенін айтты. Бұрынғы жаман оқиғаларды есіне сала отырып, қызды алып кетіп, енді мүлде көзге көрінбеуін талап етті. Ал Каран мен қыз болса, бақытқа бөленіп түн ортасына дейін әңгімелесіп отырды. Қыз ұйықтап қалған соң, Каран оны көтеріп бөлмесіне апарды да, өзі таң атқанша қасында отырып қарады. Таңертең оянған қыз оның шынайы сезіміне тағы да раушан болды. Каран алдын ала дайындап қойған жүзікті оның саусағына тағып көзінді жұм деді. Қыз өзін арманда жүргендей сезінді, бірақ бұл бақыттың артында үлкен сынақ тұрғанын білмеді. Ертесінде екеуі таңғы ас ішіп отырғанда анасы келді. Каран оны тағы да қарсылық айтуға келді деп ойлаған. Бірақ анасы бұл жолы кешірім сұрап, өткеннің өшін балалардан алмау керек екенін айтты. Ол ұлына бірге барып, әдемі көйлек таңдап, қызға тосын сый жасайық деді. Каран сеніп қалды да, қызды үйде қалдырып, анасымен бірге шығып кетті. Алайда анасы дереу қыздың әкесіне хабарласып, келіп алып кетуін өтінді. Олар кеткен соң келіні қыздың бөлмесіне кірді де, Каран сені іздеп жатыр, бірге көйлек көруге барайық деп алдады. Сенгіш қыз ештеңеден күдіктенбей ілесе шықты. Бірақ қақпадан аттай бере алдынан әкесі мен ағасы көлікпен келіп тоқтап, қызды күштеп машинаға сүйреп кіргізді. Байлығы миллиардтарға жеткен Каран кедей аудандағы қызды бір көргеннен ұнатып қалады. Ол қыз ұйықтап жатса да қасында қарап отырады. Қыз келесі сәтте қашып кетеді деп қорқады. Алайда ол тек үйлену көйлегін алуға шыққан сәтте қыз шынымен жоғалып кетеді. Жеңгесі Каранға қыз тойдан бас тартып, өзі кетіп қалғанын айтады. Каран алғашында сенбей қалады, бірақ ағасы да қыздың өз еркімен көлікке отырғанын айтады. Шын мәнінде қыз қарсыласқысы келген, бірақ әкесі құлағына сыбырлап, егер бағынбаса, екінші ағасына Каранды атып тастататынын айтқан соң, қыз амалсыз көлікке отырып кетеді. Каран қыздың шынымен өзін тастап кеткеніне сеніп, көңілі жараланып бөлмесіне қайтып келеді. Ағасы Сираны да бөлмеге шақырып, неге сөзді бұрмалап айтқанын сұрайды. Ол шынында қыздың көлікке өз еркімен отырғанын көрген, бірақ қыздың тойдан бас тартқанын естімеген. Ал Сира болса, мен тек шындықты айттым, оның бәрін отбасының қамы үшін жасадым дейді.
Қызды қуып жібергеніне масаттанып тұрған Сера байқамай, қыздың әкесін шақырған Каранның анасы екенін айтып қояды. Мұны Каран естіп қойды. Сера сөзін өзгертіп үлгермей қалады. Каран бірден төмен түсіп, анасынан жауап сұрайды. Сера оны тоқтатпақ болады, бірақ ағасы ұстап, бөлмеге қамап тастайды. Каран төменде анасынан неге қыздың әкесін шақырғанын, мұның бәрі оның ойыны емес пе деп сұрайды. Шындығы ашылғанын көрген анасы, шынымен қоңырау шалғанын, бірақ тек екі жастың некесін ақылдасу үшін ғана хабарласқанын, алып кет деп айтпағанын мойындайды. Каран ашуланып, бөлмесіне қайта шығып, тумбочкасындағы мылтығын беліне іліп, қызды өз көзімен барып сұрамақ болады. Анасын тыңдамай шығып кетеді. Жоғарыда отырған Сера қатты абыржиды. Әрең дегенде қызды жолдан тайдырған еді. Енді екеуі қайта кездессе бәрі бекер болмақ. Ағасы оған тынышталуды айтып, Каранның ісіне араласпауға шақырады. Бірақ Сера әлі өзін отбасы үшін деп ақтап алғысы келеді. Ағасы шыдамай, Сераның неге бұлай істеп жүргенін білемін дейді. Себебі Сера сүйетін адам Каран. Ол мұны олардың үйленген күннен бері білген, бірақ ол оның інісі болғандықтан үндемей келген. Сыр ашылған Сера ашуланып, ағасын нағыз еркек емессің, бала да бере алмайсың деп айыптайды. Бірақ ағасы балалы бола алмай жүрген сенсің, мен емес деп жауап береді. Бұл сөзге Сера сенбей қалады. Осы сәтте ағасына бір хабарлама түсіп, ол асығыс шығып кетеді. Күмәнданған Сера артынан ілеседі. Каран қыздың үйіне барғанда оны таппайды. Қыздың ағасы оған қызды бір шалға бергенін айтады. Каран оны өзі барып алып келуді шешеді. Ағасы оған өсімқор шалдың үйіне жалғыз бару қауіпті екенін ескертеді. Сол себепті Каран өз ағасының нөмірін қалдырып, қайда баратынын ағасына жеткізуді өтінеді. Өзі жалғыз шалдың үйіне келеді. Қыз Каранды көргенде шалдан құтылдым деп ойлаған, бірақ әкесі тағы да қоқан-лоққы жасайды. Егер қыз қашуға батылы жетсе, Каранды өлтіретінін айтады. Қыз Каранға қарап, безбүйрек сөздер айтып, өзі шалға тұрмысқа шығуға келісім бергенін, ал Каранға дегені жай уақытша әуестік қана болғанын ескертеді. Мұны естіген Каран қатты қайғырады. Сол сәтте Села күйеуінің соңынан аңдып жүріп, оның басқа бір әйелмен тұратынын, әрі 4 жасар қызы барын біліп қояды. Бұған қатты ашуланған ол ағасымен ұрсысады. Ағасы да жасырмай Селамен араларын үзуге бел буады. Бірақ бәріне Селаның арам ойын ашып айтамын дейді. Сонда көрермін, Каран да шешемде сені жақтыра ма, жоқ па деп қорқытады. Села ашуланып кетпек болғанда күйеуіне қыздың ағасы хабарласады. Ол Каранның шалдың үйіне барғанын естіп, кездесетін жерді айтады. Мұны естіген Села бұрынғы бір таныс жігітке қоңырау шалып, күйеуінің көзін құртуды тапсырады. Өйткені оның сыры әшкереленбеуі тиіс еді. Әлгі жігіт берілген мекен жайға алдын ала жетіп барады. Қыз Каранды қуып жіберген соң іштей қатты қиналады. Ол қарап отыра алмай, шалдың қоласындағы біреуі тамақ әкелгенде оны ұрып жығып, қашып кетеді. Бірақ Каранның нөмірін білмегендіктен қыздың ағасы қоңырау шалады. Ол оған кездесетін орынды айтып, сонда келуін өтінеді. Екеуінің ағасы кездескенде әлі сөйлесіп үлгермей жатып, әлгі жігіт жақындап келіп, таспен қыздың ағасын ұрып, естен тандырады. Каранның ағасы оның Селаның досы екенін танып, неге бұлай істегенін сұрай бергенде, жігіт пышақ суырып алып, оның ішінен жаралайды. Аға бірден есінен танып қалады. Осы кезде Села қоңырау шалып, жігіттен бәрін бітірдің бе деп сұрайды. Жігіт әлі демі бар, бірақ өлуге жақын дейді де, пышақты сүртіп қайта тығады. Села дереу Каранға хабарласып, ағасының асығыс үйден шығып кеткенін, қыздың ағасымен кездесуге кеткенін айтып, қауіп төнуі мүмкін екенін жеткізеді. Каран шұғыл сол жерге асығады. Ал қыз Караннан бұрын жетіп, екі ағасының жерде ессіз жатқанын көреді. Ол тез жедел жәрдем шақырып, Каранның ағасының қансырап жатқанын көріп, пышақты суырып алып, қан тоқтатпақ болады. Дәл осы сәтте Каран жетіп келіп көріністі қате түсінеді. Ол дереу ағасының жағдайын тексергенде, ағасы соңғы деммен жасырынған жақты көрсетеді. Бірақ сол жерде қыз тұрғандықтан, Каран ағасының меңзегені қыз деп ойлайды.